Руслан қызы Ақтолқын. Мен Атырау облысы Мақат ауданы Мұса Баймұханов атындағы орта мектептің 3 А сыныбында оқимын. Сынып жетекшім Аронова Тілектес Құбашқызы. Абай. Жазғытырым қалмайды қыстың сызы. Масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталаса, ата-анадай ел жүрер күннің көзі. Тие боздап, қой боздап қорада шу. Көбелек пен құстар да сайда дуду. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Қыс. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жер сықырлап келіп қалды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын тіліскіске қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ-сарқ кетіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Абайдың 31 қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде үлгі алу керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселдерінен қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымшыл, салғырттық, ойыншы, күлкісіздік. Я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. Абайдың 37 қара сөзі. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамдықтың қарызына еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Сақалын сатқан кәрі дейін, еңбегін сатқан бала артық. Жаман дос көлеңке басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың, басыңды бол шалса, іздеп таба алмайсың. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол.